Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Айғаным, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ешқандай пісіруді қажет етпейтін шоколадты десерт дайындаймыз. Дәмі өте ерекше, шоколад жақсы көретіндерге бұл десерт ұнайтыны сөзсіз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, достар. Алдымен ыдысқа 400 мл сүт құямыз, үстіне қант және де кішкене тұз салып араластырып, баяу отқа қоямыз. Содан соң 100 мл сүтке какаоны салып, біркелкі болғанша жақсылап венчикпен араластырамыз. Енді осыны баяу отта тұрған сүтке аз-аздан қосып отырып араластырамыз. Содан соң үстіне 90 грамм шоколад саламыз. Шоколад астына жабысып қалмау үшін тоқтамай үздіксіз араластырып тұрамыз. Енді агар-агарды дайындаймыз. Агар-агарды ыдысқа салып, үстіне 30 мл су құямыз. Жақсылап араластырамыз да шоколадты массамызға саламыз. Енді осы массамызды үздіксіз араластырып отырамыз. Осылай қайнаған соң 10 секундтай ұстаймыз да сосын өшіреміз. Шоколадты массамызды бөлме температурасына дейін суығанша араластырып тұру керек. Мен десертті осындай сүттің немесе соктың ыдысына құйып дайындаймын. Осылай бас жағын кесіп алып тастаймыз. Енді осы ыдыстың ішін құрғатып аламыз да, содан соң шоколадты массамызды осы ыдысқа құйып, холодильникке 2 сағатқа қоямыз. Міне 2 сағат өтті, енді абайлап сүттің коробкасын кесіп, десертімізді шығарамыз. Мен үстіне какао септім, сіздер ақ шоколад немесе кокос жаңқасымен сәндесеңіздер болады. Десерт өте керемет болып шықты, өте жеңіл кесілуде. Бұл десерт шоколад жақсы көретіндерге өте қатты ұнайтынына сенімдімін. Дәмін сөзбен жеткізу мүмкін емес. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Айғаным. Сау болыңыздар.